жалпы адам әрбір ортада болған кезде қандай сөз айтуы, орынды сөз айтуы негізі маңызды. Өткенде біразда бір қаралы қазада болып қалдым. Сол кезде үй иесінің бір жалғыз баласы бар екен. Баласын жоқтап отырған анаға келіп бір кісі арты той болсын деді. Арты той болсын, тойда кездесек, яғни жалпы бізде қаралы жиындарда, садақаларда, жаназаларда көп айтылатын сөз осы. Арты той болсын, тойда жолығайық, тойда кездесейік деген. Енді бұл сөз қаншалықты орынды деген мәселе ғой. Өйткені сол кезде сол сөз айтылғанда, үй иесінің жалғыз баласы өмірден өтіп тұрған кезде, кімнің тойы деді ғой. Кімнің тойында жолығамыз, қайдағы той? Яғни айтылатын сөз, демеу болатын сөз өте маңызды, бірақ не сөз айтылу керек, ол да маңызды. Адамға Құдай даналық береді, хикмет береді. Соны орынды қолдану керек. Немесе әйелі өліп қалған жолдасы өмірден өткен жиындарға барады да, орта жолда қатының өлмесін деген сөздерді айтылады. Айтылуы дұрыс шығар, бірақ әлі жараның ауыз кетпеген жерге барып тұз сепкендей боласың да. Яғни бұл демеу емес, керісінше одан сайын қинау секілді болады. Әлгі көппен көрген ұлы той деген секілді, ол да айтып жатыр, мен де айтайын деген нәрсе жалпы дұрыс емес.